واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتوفيق طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من القول والعمل والنية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті әхлі сүннат ал-жамаат бауырлар, біздің бүгін айтатын тақырып білімдің керектігі, яғни білімдің маңыздығы ислам дінінде, яғни исламның көзқарасы Құранда Алла субхану ва таала тағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білімге қандай аяттар, хадистер келген. Бәрімізді жақсы білеміз, білімнің керектігі бір қоғамға, бір елге қандай маңызды екенін бәрімізді білеміз. Ислам діні Құран аятында Алла субхану ва таала адамзатты бұл дүниеде, яғни жер жүзінде халифа қылып Алла тағала жараттым деді. Яғни бұл дүниенің халифасы адамдан басқа ешкім емес. Біздер осы жер жүзін дамытатын да біздер, оны құртып жоқ қылатын да адамзат. Ол Алла субхану ва таала Құран аятында біздерді халифа қылып қойды. Қандай сөздермен халифа қылды? Иқра, и'лам, я'ламун, тағилун деген сөздермен. Оқы, біл, үйрен, ойлан. Ислам діні келген сөзі біздерге оқы деген сөзмен келген. Яғни оқы, үйрен, біл. Сондай сөздермен біздерді халифа, бұл жер жүзінде халифа етіп қойды. Ислам діні келіп, ислам дінден бұрын басқа діндердің көзқарасы бұл дүниеге, жерге, жердің ішіндегі материалдарға қандай көзқарас, оны бір құрметті көретін еді. Сондай дәрежеге жетті, соны құлшылық қылатын болды. Тасты да, күнді да, айды да. Яғни оған ойланып, оның үстіне бір мәселелерді шешіп, яғни ішінден бір білімдерді шығарам деген, оларда былай айтқанда батыл болған жоқ. Әрқашан оны құрметтеп жерді, тасты, аспанды, себебі одан артық олардың білімі болған жоқ. Ислам діні бір келгенден бастап сол жердің өзіне қандай нәрселерді ойланып, бәрімізге де аян. Ислам діні келіп, бұл қазіргі Европаның еліне қазір білімден, дүниеви білімден дамғанның бәрімізді, оны ешкім ақылы бар адам жоққа шығара алмайды. Ислам келіп білімді, ынтаны адамдардың ішіне оятқан ислам діні еді. Одан бұрын мұсылмандардан басқа адамдар бәрі ұйқыда жатыр. Білім деген не екенін білмейтін еді. Олар тасты да, күнді да, айды да құлшылыққа, себебі олар бәрін құрметті, мұқаддас, сондай дәрежеге алып кетті. Ислам келіп, яғни ислам улуми тәжруби, яғни бұл дүниенің білімінде ислам өз білімімен, өз ынта, адамдардың ішіне ынта тудырғанымен білімді зерттеп, кәдімгі жоқ нәрселерді тапты. Бірақ өкінішке орай, қазір бір нәрсені бәрімізді оны жақсы да білеміз, оны да жоққа шығара алмаймыз. Қазіргі мұсылмандар
Білімді ешқашан алда емес. Қазір біз бір қызықтыратын нәрсе, бір жаңа нәрсені біз әлемге бере алмаймыз. Кел, мұсылман бол, осы нәрсеге жетесің, осындай боласың десең, қазір біз айта алмаймыз. Біз оны ешкім жоққа шығара алмайды қазір. Біз білімден басылып кеттік, артқа қалғанымызды керек десең, білімден қашатынымызды да бәріміз мойындаймыз. Бұрын мұсылмандарға қызығатын болды. Мұсылман болсам, осындай білімдер бар, осындай ақылдылар мұсылмандардың ішінде. Мұсылмандар, білімнің туын мұсылмандар көтеріп жүрген бәріміз мойындаймыз кезінде. Бірақ қазір біз бір жаңадан мұсылман болатын адамға неміз бар беретін? Кел, мұсылман бол, мінезіміз, ақылағымыз осындай, өтірік айтпаймыз, ғайбат жасамаймыз, харам малды жемейміз, біреуге жала жаппаймыз. Осындай білімдер бізде шығып жатыр деп қазір біз айта аламыз ба бір кәпірге? Bizim мұсылман, біз ойымызды айтамыз, дүние жүзі бәрі мұсылман болса екен. Жақсы мұсылман болады, мұсылман болғаннан кейін оған не қандай қызықтыратын нәрсе бересің оған? Өз дінінде жоқ нәрсе, қандай нәрсе бар сен оған беретін? Ақылағыңды бересің ба оған, мінезіңді бересің ба? Тағуаңды бересің ба, шыншылдығыңды бересің ба оған? Мен бір кәпір, мұсылман болайын десем, мені қызықтыратын қандай сөз бар? Сен мұсылман болсаң кел, осындай боласың, білімің дамып кетеді, ақылды болып кетесің, тағуа боласың, біреуден ғайбаттамайсың, өтірік айтпайсың. Неміз бар беретін қазір? Кезінде әңгіме жоқ, ешкім оны жоққа шығара алмайды. Мұсылмандар кезінде білімімен, иліммен дүниені басқарған бәріміз мойындаймыз оны. Оны кәпірі де, христиан да жоққа шығара алмайды. Мұсылмандар білімді адамдардың ішінде сезімінде оятқан мұсылмандар еді. Мұсылмандардан келместен бұрын сондай адамдар ұйқыда жатыр еді. Қасындағы тасты, жерді, күнді құлшылық қылып, оны құрметтейтін кездер болды. Бірақ мұсылмандар келді, бұл Алланың жаратқаны, бұның үстінің өзіне, былай айтқанда, тахқиқ ету керек. Яғни оның үстін өзі неден жарады, қалай болды деген бірінші мұсылмандар бастады. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ қазіргі таңда бәріміз оны ақылды адамдарды мойындайтын, қазіргі мұсылмандар білімнен алда емес. Бір жаңа нәрсе мұсылмандар кәпірлерге бере алмайды қазір. Сондай дәрежеге жеттік. Бір енді оның жолы не? Біздер қалай да болса келесі ұрпаққа білімді жігіттерді тәрбиелеуіміз керек. Бір Қытай елінің философия кісі Куан Тесо деген кісі былай деп айтады. Егер сен бір жылдан кейін бір нәрсенің жемісін жегің келсе, сен егін ек дейді. Бір жылдан кейін саған жеміс береді дейді. Жоқ, 10 жылдан кейін жегің келсе, сен тал ек дейді. Егер жоқ, өмір бақи оның жемісін жегің келсе, сен шәкірт тәрбиеле дейді. Жас қоғамдағы жастарды біліммен тәрбиеле дейді. Егер өмір бақи онан жегің келсе дейді. Біздерге ғұламалардың беретін кеңесі қазір мұсылмандардың, жаңа айтқандай бәріміз мойындаймыз. Мұсылмандар бұрынғы мұсылмандар емес. Білімдің туын мұсылмандар қазір көтермейді. Мұсылмандар керек десең, өз ақидасына да байланысты, өз жолына да байланысты басқа дүнияви адамдардан алады білімдерін. Сондай біз өзімізді төмен санап кеттік. Бізді білімімізді сондай төмен сақтады бізді білімден. Яғни қазір арамызда білімге ынтасы бар адам деп айта алмаймыз. Оның тек қана бір жолы не істеуіміз керек? Келесі ұрпаққа біліммен тәрбие беруіміз керек. Білімді жастарды тәрбие беруіміз керек. Білім деген ғұламалар айтады, тек қана діни білім емес. Бізге дүнияви де білім керек. Дүнияви де білім керек. Дүниемізге біз бір мұсылман дәрігерге баруымыз бір кәпірден барудан абзал. Дәрігеріміз де мұсылман болған жақсы.
үй тас қалайтында мұсылман болған жақсы. Дүнияви білімнің керегі біздерге фарзы кифайя. Яғни өз арамызда дүнияви білім, яғни дүниеге қатысты білімдерді болу біздерге фарз кифайя. Яғни бір ауылдан бір адам, бір дәрігер мұсылман болса жеткілікті. Бір ауылдан мұсылмандардың арасында бір мұсылман врач болмаса, дәрігер болмаса, бәрі күнәһар болады. Дүнияви білімдің де керектігі біздерге парыз. Тек қана білім діни білім емес. Сондықтан не істеуіміз керек біздер? Сондай нәсілді, ұрпақтарды біз тәрбие беруіміз керек. Білімге ынтасы бар, білімге жасы жететін, немесе сондай садақа жолдарын, зекет жолдарын, сондай білім жолдарға арнаған ең дұрысы. Садақамыз бола ма, зекетіміз бола ма, білім оқып жүрген адамдардың жолына беруіміз керек. Немесе сол білімді адамдарға жұмсауымыз керек. Тең бір жолы осы. Әйтпесе, өзіміз кәдімгідей көзімізбен көріп жатырмыз. Білімсіздіктің себебінден қандай ағымдар арамызда пайда болады. Қандай, бәрі неден қайтады? Бәрі білімсіздіктен қайтады. Білім әлсіз болғандан осындай ағымдар, осындай адасқандар. Егер арамызда білімділер болса, арамызда ғұламалар болса, ешқандай ғұламалар Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, аспандағы жұлдыздар сияқты дейді. Олар қалай адасқан адамдарға жолды көрсетеді дейді. Ғұламалар да адасқан адамдарға тура жолды көрсетеді дейді. Арамызда білімді болу міндетті түрде керек біздерге. Білімді жігіттерді, білімді балдарды тәрбие беріп, соны өз қаражатымызбен оқытып, соны өз жемісін жеуге өзіміз міндеттіміз. Біздер ойлаймыз, әр мешітке муфтият не істеу керек? Муфтият өз қаражатымен оқытып, мықты ғұламаларды шығарып мешіттерге алып келу керек. Жоқ, олай емес. Біз ойлаймыз, аспандан әр мешітке бір ерсін ұстаз сияқты түсіп кетсін, имам болып, біз тек қана уағызын тыңдап кетіп қалайық. Енді біздің міндетіміз не? Біз міндетіміз оларды көмектесу, тәрбие беру, шығару біздің міндетіміз. Сондай адамдар шығу үшін не істеу керек? Былай айтқанда құрбаншылық беру керек. Уақытыңмен, малыңмен. Құранда Алла субханаху ва тағала айтады: Инна Аллаха аштара минал муъминина мин анфусихим ва амвалихим би'анна лахумул джанна. Алла тағала жәннатты сатты дейді. Не алды орнына? Би анфусихим ва амвалихим. Алла тағала жәннатты сатқанда тегін бермеді бізге. Біздің уақыт, нәпсімізді, жанымызды алады. Тағы не істейді? Малымызды алады Алла тағала. Егер мал мен, жан мен қиналмайтын болсаң, Алланың жолында, біз дінден тек қана пайда алуды үйренгенбіз. Қашан дін маған пайда берсе, мен мұсылманмын, дінге жүгіремін. Егер малыма, жаныма зиян беретін болса, дінден қашам деп. Сондықтан біз міндетіміз, арамызда оқитын балдар болатын болса, оқим деген балдар болатын болса, шығарып білімге оқытуымыз керек, міндетті түрде. Келесі ұрпаққа біздер міндеттіміз, біз жауап береміз. Егер оларға дұрыс мұра қоймасақ, ертең олар біздерді лағнет қылып бастайды. Қияметтің бір белгісі, келесі ұрпақ бұрынғы ұрпақты лағнет қылады дейді хадисте. Келесі ұрпақ өткен ұрпақтарды лағнет қылады дейді. Не себептен? Міне, олар дінден дұрыс мұра қоймағандан ұрпақтар риза болмайды одан. Біз егер дұрыс білімді ғұламаларды тәрбие бермесек, мешітке қызметімізді жасамасақ, қоғамға, дінге қызмет жасамасақ, келесі ұрпақ бізді ләнет қылады. Сондықтан біз Алла тағала осы уақытты бергеннен кейін біз дұрысымен қолдануымыз керек. Алхамдулилла, оқим деген медресеге үкімет ашып қойды, рұқсат беріп қойды. Қай мемлекетте оқим десең, бірақ
дұрыс ахли суннат вал жамааттың білімін оқу керек. Ахли суннат вал жамаат имам Абу Ханифа, имам Тахауи, имам Аш'ари, имам Матуриди рахималлахның ақидасымен оқитын болсаң, ахли суннат вал жамаат болатын болсаң, қай жерде оқимын десең, Индия бола ма, Пакистан бола ма, үкімет ешқандай тыйым салған жоқ. Пакистанға баруға болмайды, немесе Индияға баруға болмайды деген ондай бірде-бір заң жоқ бізде. Абу Ханифа рахималлахның мазхабын, мектебін көтерем десең, қай жерде оқып келсең, рұқсат. Сондықтан бауырлар, Алла субхану ва тааланың берген уақытынан, нығметінен қолданайық, иншалла пайдаланып, сол білімге, бізге қазіргі таңда керек нәрсе, біз патриотпыз, біз мемлекетімізді қорғаймыз, соғыс болса бүйтеміз. Бір жоқ соғысқа, болмайтын соғысқа өзімізді дайындаймыз да. Осында келсе бүйтем, танкіға банап, білмеймін, автомат алам, дұшмандарды. Жоқ, енді ондай соғыс жоқ, болмайды. Соғыс деген қалай? Соғыс қазір ішімізде болып жатқан соғыс. Егер шынымен патриот болатын болсаң, мемлекетті қорғайтын болсаң, соғыс болып отыр. Мешіттерде, қоғамда болып отыр соғыс. Шынайы мемлекетті қорғайтын болсаң. Бұған бұрынғы соғыстар енді автоматпен ондай соғыс ешкім басқа мемлекетке бармайды. Не істейді? Сондай біліммен соғысады. Арамызда мұсылман болсаң, ағымдарды шығарады. Жоқ ақидаларды мұсылмандардың арасынан шығарады. Вахабис ақида болады, сәләфи болады. Не істейді? Соларды арамызға жіберіп, біз қазір міндетіміз солармен соғысу. Жоқ ақидалармен соғысу. Шынайы патриот болатын болсаң, мемлекетті қорғайтын болсаң, солармен соғысамыз біз. Соғысып, автомат алып соғысу емес. Білімімізді көтеріп, біліммен біз соғысуымыз керек. Біліммен күресуіміз керек. Болды, басқа жол жоқ ол. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі айтқандай, «Ал-алимун вахидун ашадду аля алфил абид аля шайтан» дейді. Бір білімді адам шайтанға мың білімсіз құлшылық қылатын адамдан да зияны жоғары дейді. Қараңыз, егер мың адам білімсіз болатын болса, қандай құлшылық қылатын болса, шайтанға зияны жоқ. Шайтан не істейді? Түрлі ақидаларды мұсылмандардың арасынан таратады. Бірақ бір білімді адам шайтанның төккен ойларын бәрін жойып жібереді. Сондықтан біз қазіргі таңда керек нәрсе біздерге көңіл бөлетін білімге көңіл бөлуіміз керек. Оқитын жігіттерді медресеге жіберуіміз керек. Дұрыс ақидамен, дұрыс сеніммен, дұрыс жолмен оқып келу керек. Бұл ағымдармен күресу тек қана бір неше жыл емес, бауырлар. Біз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның кейін ағымдар бастады. Абу Бәкірден, Сиддиқ радиаллаху анхудан, Умар радиаллаху анхудан, Османдан бәрінде ағымдар болды. Али радиаллаху анхуның кезінде хауариж болды. Хауарижді бәріміз де білеміз, қандай сипаттар болды. Мұсылман адамды кәпірға шығарып, өз христиан, яһудилерді өздеріне бауыр санап, мұсылмандарды кәпір болып өлтіріп, Құдай сақтасын. Ондай сол хауариждің ұрпақтары әлі де арамызда бар. Хауариждің ұрпағы тек аты ауысып кетпесе, ұрпақтары сол қан, сол бәрі бар қазір арамызда. Біз бұл дінді қорғауға өлгенге дайын болуымыз керек. Мына ағым ба, сәләфи кетті ма, басқа ағым келеді. Омен де күресуге дайын болуымыз керек. Оған тек қана немен? Біліммен күрес аламыз, басқа жол жоқ. Тек қана сол. Арамызда білімді дамытуымыз керек. Білімді жігіттерді тәрбие беруіміз керек. Мықты оқитын медреселер бар. Абу Ханифаның мазхабында. Индияда, Пакистанда Арман ұстаз айтқандай, шейх Усайминің да, шейх Муқбелің да бала болады оларға, шәкірт болып қалады оларға.
Солардың алдына шәкірт болуға да жарамайды. Шейх Мокбелің да, Шейх Осайминің да, Индияның ғұламаларының алдында.